Ассалаумағалейкум достар, сендермен бүгін мен Brawl Stars KZ каналы. Достар, біз бүгін бақыт деген жерімізден пещерный Фрэнк деген скинді алатын боламыз достар. Ал бісміллә деп сандықтарды ашып алайық. Достар, бұл пещерный Фрэнк скині маған өте қатты ұнайды. Өйткені неге десеңіздер, мен пещерный Фрэнк пен Brawl ойнаған жақсы көремін. Міне бізде пещерный Фрэнк. Біз қазір осымен бір катка жіберіп, сөйтіп Brawl Stars KZ деген жерімізді 5000 кубокқа көтеріп, мега ящик ашатын боламыз достар. Ал міне біз Brawl бір катка жіберейік достар. Менің каналымның атын не деп қойсам болады екен? Мен Brawl Stars KZ деп емес, оны басқаша қылып өзгерткім келіп жүр достар. Сіздерге мистер Баха деген ат ұнамай ма достар? Ал міне біздің мүлік кеттім ғой достар. Достар, сіздер комментарийға жазып кетіңіздер. Ал саған бірінші болып кетті ғой. Комментарийға жазып кетіңіздер, менің каналымның атын не деп қоятынымды. Ал мынау достар, міне бізде 1-0 пока біз ұтып жатырмыз. Бақыт деген аккаунтымыздан бұл жерде лигаға деген шанс 12-62 достар. Мен негізі сандық жинағым келмейді. Неге десеңіздер, шыдамсызбын, өте шыдамсызбын достар. Өйткені сандық ашайын десем, жинайын десем, онша жинай алмаймын достар. Міне бізде екінші гол кетті. Победа, бақыт, звездный игрок. Ал біз қазір достар Brawl Stars деген жерімізге кіріп, бір рет ойнап кубок көтеретін боламыз. Міне достар, Brawl Stars KZ деген аккаунтымызға келдік. Бұл жерде бір каткаден кейін біз 5000 кубокқа жететін боламыз. 5000 кубокқа жетпей тұрып достар, қане каналға тіркеліп, лайк басып, коммент жазып өтіңіздер. Және де ертерек 200 подписчикке жеткізсеңіздер, сол кезде менің черный Баха деген базамды ұтып алатын боласыздар достар. Біз 6 кубок алуымыз үшін кемінде 3-ші орын алуымыз керек достар. Бізде қазір бұлмен ойнап жатыр. Негізі мен қандай персонаждармен жақсы ойнайтынымды айта кететін болсам достар, әр Бравлда мен мысалға Фрэнкпен, Булмен жақсы ойнаймын. Неге десеңіздер, бізде тактика бойынша ойнаймыз достар. Үлкен базамда біз тек қана тактика бойынша ойнаймыз. Неге десеңіздер, ол кубогы өте көп болған сайын адамдардың басы татауы қатты жұмыс істей бастайды. Сол кезде достар тактикамен ойнамасақ, ол кезде Фрэнк аманға қалды достар. Тактикамен ойнамасаңыздар, ол жақта өте қиын достар. Кубок көтерілген сайын біз міне 5000 кубокқа жеттік. Біз екінші болып кетпіз. Бізде 20 адам бар. Ең ақыры рет мынау Джеки деген боец ашылды. Егерде достар, қане сіздерге андай тапсырма орындау деген, колесо айналдырып тапсырма орындау деген нелер ұнайтын болса, комментке жазып кетіңіздер. Ал біз қазір бісміллә деп мега ящик ашып жіберейік. 6 предмет болса точно адам. Жоқ достар, шықпады достар. Осымен видео аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды ұмытпа досым. Ал сау болыңдар.